қаласы, қаламыздағы Наурыз районы, Назира Бейімбетова 37 адресі бойынша осындай алдымыздағы кереметтей жер үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Жалпы бұл үйімізді тауып көру жолы, жалпылама айтсақ, Наурыз бен Кировтың екі ортасында тұр. Мына тұсымызда Наурызға кіргеннен кейін көшелер бөлінеді, бірінші, екінші көше деп. Сол жерде төртінші көше Береке магазиніне қарама-қарсы. Жалпы тауып көру жолы өте оңай. Енді толықтай танысып шығайық. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Аула қарай өтетін болсақ, міне бұл сыртқы дарвазамыз. Бұл үйдің салынған жылы 2017 жылғы, материалы қам-кесектен соғылған. Жер телімі 10 соттық, және де аулада қосымша құрылыстары бар. Енді бірінші кезекте бұл кіргеннен сол жағымызда үйіміздің времянкісі 3 бөлмелі. Қазір таңда арендада тұр, ай сайын қосымша табыс әкеліп тұр. Енді бұл аула көрінісі. Алдағы уақытта жаңа жер үй салып алсаңыздар да болады. Мына тұста сыртқы әжетханамыз бар, мына тұста бау-бақша, мына тұста душ, сосын шағын ғана қолдан істелінген мал қора бар, және мұнда сарай бар. Артық заттарыңызды қоюға арналған. Жалпы енді бұл негізгі үйіміздің сыртқы көрінісі. Еңсесі биік үй. Фундаменті размер жалпы подушкасымен бірге. Подушкасы 30 см, фундаменттің өзі 50 болады. Жалпы терезелері пластиктелген, және де сыртына решеткамен қапталған. Жалпы Наурызға газ келіп тұр, осы алдағы қыста қосылады. Өстіп баспалдақ ретінде көтерілесіздер үйімізге. Енді үйіміздің ішкі жақ бөлігімен танысып шығайық. Енді бұл үйіміздің ішкі көрінісі. Кіргеннен оң жағымызда осындай прихожий шкаф бар. Үйіміздің ішкі ауданы 168 шаршы метрді құрайды. Кіргеннен кейін сол жағымызда бұл үйіміздің котельнигі. Мына тұста үйдің жуыну бөлмесі және әжетханасы біріктірілген, толықтай кафель іші. Енді негізгі бөлмелермен кезек танысып шығайық. Кіргеннен кейін мына тұста үйдің холлы, осы холлдан жатын бөлмелері тараған. Жалпы үйіміз жөндеу жұмыстарынан өткен. Кіргеннен кейін оң жағымызда бұл үйіміздің ас бөлмесі. Жалпы енді үйдегі жиһаздар үй иесінің келісімі бойынша алып қалсаңыздар болады. Енді холл, мына тұста бірінші жатын бөлмесі бар. Қабырғалары абойланған. Телевизор қарауға орын десек те болады жалпы. Енді мына тұста қонақ бөлмесі бар. Жалпы ремонты талғаммен жасалынған. Абойлар жабыстырылып, кондиционер бар мына тұста. Үйімізде 2 кондиционер бар. Жаңағы терезесі көше бетке қарайды. Енді мына тұста үйіміздің екінші жатын бөлмесі бар. Жалпы үйіміз осы, бөлмелердің барлығымен толықтай танысып шықтық. Осы үй сатылымда. Толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген нөмір бойынша хабарласып, тікелей үй иесінен біле аласыздар. Рахмет, сәтті саудасы болсын.